Осы көп тілді жаһандық қоғамда тіл адамдардың қарым-қатынас құралы ғана емес, сонымен қатар адамдардың мәдени, экономикалық және білім беру іс-шараларына қатысуының негізгі алғышарты болып табылады. ЮНЕСКО-ның сауалнамасына сәйкес, әлемде 6000-нан астам түрлі тіл бар. Тілдердің 1/3-інде 1000 адамнан аз сөйлейтін тілдер де бар, ал әлемдегі жетекші орындарды иемденетін 10 шақты тілдерді әлем халқының жартысынан көбі қолданады. Бұл тілдердің шыққан жері мен уақыты әртүрлі. Түрлі тарихи себептермен ол әлемнің әртүрлі бөліктерін аралап, жергілікті мәдениетпен біріктіріліп, бүгінгі күнге дейін дүние жүзінде жетіліп және қолданылған. Бүгін әлемдегі адамдардың ең көп қолданатын 10 тілді және олардың артында тұрған бірегей тарихи білімдерді қарастырайық. Біздің 4 төңірек каналымызға келгендеріңізді қарсы аламыз. 4 төңірек каналымыз сіздерге әр апта сайын мәнді де мағыналы ғылыми ақпараттарды жеткізіп тұрады. Тезірек каналымызға тіркелу арқылы осы қазақша каналымызды қолдап қуаттап қойыңыз. Индонезиялық тілі Индонезияда стандартталған малай диалектісі. Ол сонымен қатар Индонезияның ресми тілі болып табылады. Ол бүкіл елде жиі қолданылады және 200 миллионға жуық қолданушы халқы бар. Бұл әлемде ең көп таралған тілдердің бірі. Біздің заманымыздың 7-ші ғасырдың өзінде түпнұсқа малай тілі Индонезияның Суматра аралында дүниеге келіп, бірте-бірте малай архипелагының барлық бөліктеріне таралып, жергілікті аборигендердің негізгі әмбебап тіліне айналды. Тек 19-шы ғасырда Индонезияны голландтар отарлап алды. Көптеген голланд сөздерін сіңіргеннен кейін жергілікті малай тілінде бірте-бірте айтылуында және сөздік қорында айырмашылықтар пайда бола бастады. Британдық отаршылдық қарым-қатынасқа байланысты малай түбегіндегі малай тіліне ағылшын тілі қатты әсер етті. Екеуі бір-бірінен ажырап, бүгінгі индонезиялық және малай тіліне айналды. 1945 жылы Индонезия тәуелсіздік алды. Мыңдаған аралдардың халқын біріктіру үшін Индонезия үкіметі индонезиялық тілін елдегі ресми тіл ретінде белгіледі. Оны қолдану салаларына бизнес, әкімшілік, білім беру, бұқаралық ақпарат құралдар қатарлылар кіреді. Адамдар индонезиялық тілін екінші тіл ретінде қолдана бастады және ол бүкіл елде кеңінен қолданылады. Бүгінгі таңда Индонезияда 700-ге жуық әртүрлі диалектілер бар болса да, және әртүрлі аймақтардағы адамдар өздерінің аймақтық тілдерінде ана тілі ретінде сөйлейді. Дегенмен үкіметтің күшті ілгерілетуімен, индонезиялық тілді халық Индонезияның жалпы халқының тек 5% құраса да, индонезиялықтардың басым көпшілігі индонезиялық тілін екінші тіл ретінде жақсы пайдалана алады. Бұл Индонезиядағы әртүрлі аралдарды байланыстыратын маңызды коммуникация ортасы, сонымен қатар ұлттық институттарды ілгерілету арқылы үшінші тіл отарлық тіл мәртебесін сәтті ауыстырған бірнеше жағдайлардың бірі болып табылады. Португал тілі роман ұлты тілінен тараған болып табылады. Бұл әлемдегі 9 ел мен аймақтың ресми тілі және 200 миллионнан астам адамның ана тілі. Француз, итальян және испан тілдері сияқты негізгі еуропалық тілдерге ұқсас. Португал тілі үнді еуропалық тілдер семьясының роман тілдері отбасынан шыққан, және осы тілдер отбасының бір тармағы болып табылады. Португал тілінің грамматикалық құрылымы испан тіліне ең ұқсас. Жазбаларға сәйкес, ең ерте португал тілі біздің заманнан бұрынғы 3-ші ғасырда дүниеге келген. Ол кезде Рим империясы қазіргі Португалия мен Испания орналасқан Пиреней түбегін басып алды. Және жергілікті аймаққа отандық танымал латын тілін әкелді. Ол қазіргі португал тілінің шығу тегі болды. Келесі ондаған ғасырларда португал тілі батыс Еуропада біртіндеп жетілді. Осы кезеңде Португалия 11-ші ғасырда тәуелсіздік алды және 15-ші ғасырда өзінің отарлық экспансиясын бастады. Басқарылатын аймақтарға Америка құрлығындағы Бразилия, Азиядағы Макао және Шығыс Тимор, сондай-ақ Мозамбик, Ангола сияқты Африка елдері жатады. Сондықтан португал тілі бұл аймақтарда тарады. Ол әкімшілік және сауда қызметінде кеңінен қолданылады. Бүгінгі дейін португал тілі бүкіл әлемде тамыр жайып, португал тілін 210 миллион адам ана тілі ретінде сөйлейді және 240 миллион адам бірінші немесе екінші тіл ретінде пайдаланады. Португалияның бұрынғы колонияларының басым көпшілігі әлі күнге дейін португал тілін негізгі тіл ретінде пайдаланады. Бұл португал тілінің іздерін бүкіл Еуропаға, Азияға және Африкаға таратады. Португал тілінде сөйлейтін халықтың көпшілігі оңтүстік Америка құрлығындағы Бразилияда орналасқан. Бұл тағы бір қызықты құбылысқа әкеледі. Яғни, испан тілі Латын Америкасында танымал болса да, Бразилия Америка құрлығында португал тілінде сөйлейтін жалғыз ел болса да, португал тілі оңтүстік жарты шарда ең көп сөйлейтін тіл және Латын Америкасында испан тілінен кейінгі екінші ең көп сөйлейтін тіл болып табылады.
Орыс тілі үнді еуропалық тіл отбасының үлкен славян тілдер тобынан шыққан. Ол көрші украин тілімен бірге шығыс славян тармағына жатады және барлық славян тілдерінің ішіндегі ең көп қолданылған тіл. Деректерге сүйенсек, қазіргі Ресей, Украина, Беларусь елдерінің ата-бабалары негізінен шығыс славяндардан құралған. Олар бір диалектіде сөйледі және біздің дәуіріміздің 880 жылы әйгілі Киев Русы империясына біріктірілді. Олар өздерінің жазба және сауда тілі ретінде ескі шығыс славян тілін пайдаланды. 1100 жылға дейін Киев Русы империясы ыдырап, бастапқыда біртұтас жергілікті тілдің әртүрлі аймақтарға қарай тез саралануына себеп болды. 18 ғасырда патшалық Ресейдің орнауы және Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін бұрынғы Кеңес одағының күшеюімен билік басындағылар өз аумақтарын байланыстыратын негізгі тілге орыс тілі айналды. Ол әртүрлі мүше мемлекеттер арасында қайтадан танымал болды және бұрынғы Кеңес одағының әскери және технологиялық жетістіктері Ресейге жаһандық бедел әкелді. 1991 жылы Кеңес одағының ыдырауымен көптеген мүше мемлекеттер Кеңес одағынан тәуелсіздік алғаннан кейін де өз халқын ана тілін негізгі тіл ретінде қолдануға шақырды. Сол арқылы орыс тілінің үстемдігін жойды. Осыған қарамастан, орыс тілі бұрынғы Кеңес одағының кейбір елдерінде ресми тіл болып табылмаса да, ол әлі де кең таралған ортақ тілдердің бірі болып табылады. Ол сондай-ақ елдер арасындағы маңызды халықаралық қатынас тілі болып табылады. Бүгінгі таңда әлемде орыс тілінде 150 миллионға жуық ана тіл ретінде сөйлейтіндер және 110 миллион екінші тілде сөйлейтіндер бар. Орыс халқынан бөлек, бұрынғы Кеңес одағының ықпалындағы Азияның көптеген елдері әлі күнге дейін орыс тілінде оқытуда. Сондай-ақ ақш-та, Солтүстік Америкада, Канадада, Таяу Шығыста, Израильде белсенді орыс тілді қауымдастықтар да бар. Бұған қоса, Ресейдің Еуропадағы көп халқын ескере отырып, орыс тілі Еуропадағы ең көп ана тіл ретінде сөйлейтін тілге айналды. Бенгал тілі үнді еуропалық тілдер тармағының Иран тілдер тобына жатады және Оңтүстік Азиядағы Бангладеш елінің және Үндістанның Батыс Бенгалия және Трипура штаттарының ресми тілі болып табылады. Бенгал тілі басым тіл болып табылатын аумақ басқа негізгі тілдер сияқты үлкен болмаса да, Бангладеш әлемдегі халқы ең тығыз орналасқан аймақ болғандықтан, Бенгал тілінде іс жүзінде 270 миллионға жуық адам сөйлейді. Бұл оны Оңтүстік Азия субконтинентіндегі хинди тілінен кейінгі екінші үлкен тілге айналдырады. Жазбаларға қарағанда, Бенгал тілінің алғашқы жазбалары біздің эрамыздың 10 ғасырында басталған. Ол кезде Бенгал аймағы индуизмнің өркендеуімен тұспа-тұс ұзақ уақыт бойы феодалдық сепаратистік жағдайда болған. Бұл аймақта кең ауқымды діни тақуалық қозғалысы болды. Бенгал әдебиеті сол кездегі діни ойлар мен астарларды көрсету үшін пайдаланылды. Бенгал тілі бірте-бірте санскрит негізінде дамыды және оны әлі күнге дейін жергілікті халық пайдаланады. Сонымен қатар, Бенгал тілі бүгінгі халықаралық ана тілі күнінің бастауы болып табылады. 1947 жылы Бангладеш Үндістан мен Пәкістанның бөлінуімен Пәкістанның басқаруына өтіп, Шығыс Пәкістан деп аталды. Ол кезде Шығыс және Батыс Пәкістанда Бенгал және урду тілдері кең таралған, бірақ Пәкістан үкіметі урду тілін елдегі жалғыз ресми тілге айналдырды. Бұл Шығыс Пәкістан халқы арасында наразылық тудырды және келесі жылдары бірқатар тіл қозғалыстарын тудырды. Ақырында Пәкістан үкіметі 1956 жылы көніп, Бенгал мен урду тілдерін бір уақытта ресми тіл ретінде қолдануды талап етті. Бангладеш 1971 жылы Пәкістаннан тәуелсіздік алғаннан кейін ел астанасы Даккада қозғалыспен оның құрбандарын еске алу мақсатында ана тілін қорғау ескерткіші салынды. Әр жылдың 21 ақпаны жергілікті мемлекеттік тіл қозғалысы күні ретінде мереке болып белгіленген. Тіл қозғалысы Бангладеште Бенгал тілінің дамуына ықпал етіп қана қоймай, сонымен бірге Бангладештің ұлттық болмысын орнатуға айтарлықтай әсер етті. 1999 жылы ЮНЕСКО дүние жүзінде бейбітшілік пен тілдік әртүрлілікті насихаттау және барлық ана тілдерінің мұрасын қорғау мақсатында жыл сайын 21 ақпанды халықаралық ана тілі күні деп белгілеу туралы шешім қабылдады. Араб тілі афро-азиаттық тілдер тармағындағы тілі. Ол негізінен араб әлемінде таралады және бүгінде 23 ел мен аймақтың ресми тілі болып табылады. Бұл ағылшын және француз тілдерінен басқа әлемнің көптеген елдерінде қолданылатын ресми тіл. Бүгінгі араб тілінде жазба тілден басқа, Таяу Шығыс пен Солтүстік Африкада таралатын әртүрлі араб диалектілері де бар. Барлық араб диалектілері араб деп жіктелгенімен, олар бір-бірінен өте ерекшеленеді. Кейбір диалектілер тіпті бір-бірімен мүлдем ұқсамайды. Осыған байланысты әртүрлі аймақтардағы арабтар әдетте стандартты араб тілінде сөйлеседі. Ол жазба тіл деп аталады. Түрлі ортадан шыққан арабтарға қарым-қатынас жасауға мүмкіндік берумен қатар, білім беру, әкімшілік және бұқаралық ақпарат құралдары сияқты ресми жағдайларда да кеңінен қолданылады.
Біздің заманымыздың 7-ші ғасырында Араб империясының күшеюімен көне араб тілі таяу шығыста негізгі тілге айналды. Орта ғасырларда бұл тіл таяу шығыстағы академиялық мәдениеттің пәніне айналды және сонымен бірге шығыс пен батыс мәдениеттері арасындағы қарым-қатынас құралы болды. Көптеген еуропалық тілдер араб тілімен өзара әрекеттесу тарихында бір-бірінен көптеген сөздерді алды. Бұл ежелгі дәуірдегі тілдердің дамуына қатты әсер етті. Қазіргі таңда араб тілі дүние жүзіндегі 250 миллионнан астам адамның ана тілі болып табылады. Әлем тілдерінің ішінде латын әліпбиінен басқа араб әліпбиі ең көп қолданылатын әріптер жиынтығы болып табылады. Араб тілі де Біріккен Ұлттар ұйымының жұмыс істейтін 6 тілінің біріне айналды және әлемдегі ең маңызды тілдердің бірі болып табылады. Француз тілі үнді еуропалық роман тілдері тармағынан шыққан тәуелсіз тіл. Оны 280 миллионға жуық адам сөйлейді. Бұл испан тілінен кейінгі әлемдегі ең көп сөйлейтін роман тілі. Бұл сондай-ақ Біріккен Ұлттар ұйымы, Еуропалық одақ, Олимпиада комитеті және Қызыл Крест сияқты әйгілі халықаралық ұйымдардың жұмыс тілі болып табылады. Барлық роман тілдері сияқты, француз тілі Рим империясында ауызекі латын тілінен дамып пайда болған. 11-ші ғасырда бұл әлемде ортағасырлық Қытай тілінен кейінгі ең көп сөйлейтін тіл болды. Және келесі ғасырлар бойы стандарттауды жалғастырды. 18-ші ғасырға қарай француз тілі Еуропадағы жоғары таптар арасында айналым тілі болумен қатар, Франция мен Бельгия құрған отаршыл империяларда француз тілін Америка, Африка, Азия және басқа аймақтарға дамытты. 18-ші ғасырға қарай француз тілі Еуропадағы жоғарғы таптар арасында айналым тілі болғанымен қатар, Франция мен Бельгия құрған отаршыл империяларда француз тілін Америка, Африка, Азия және басқа аймақтарға дамытып, француз тілінде сөйлейтін үлкен қауымдастықтар құрды. Осы күнге дейін ағылшын тілі 20-ші ғасырда танымал болып, әлемдегі ең кең таралған тілге айналғанымен, француз тілі әлі де күшті тіл ретінде өзінің мәртебесін сақтап келеді. Бұл еуропалық қоғамдағы негізгі тілдердің бірі ғана емес, сонымен қатар 29 ел мен аймақтағы ресми тіл немесе стандарт тілі болып саналады. Осыған байланысты, ана тілі француз тілінде сөйлейтіндер көп болмаса да, француз тілінде сөйлейтін елдердің көптігі мен кең таралуын ескере отырып, тілдің таралу аймағы бойынша француз тілі ағылшыннан кейінгі әлемдегі көп қолданатын тіл болады. Сонымен қатар, француз тілі әлемдегі ең әдемі тіл ретінде танымал ғана емес, сонымен қатар өзінің қатаң грамматикалық құрылымымен де танымал. Түрлі халықаралық салаларда жоғары дәлдік талаптары бар ресми құжаттарды жазғанда, егер шарттар рұқсат етілсе, құжаттың жоғары қатаңдығын қамтамасыз ету үшін әдетте француз тілін жазу тілі ретінде таңдайды. Ағылшын тілі бірінші ауызекі тіл болуымен қатар, Біріккен Ұлттар ұйымы француз тілінде бірінші жазба тіл ретінде санайды. Испан тілі сонымен қатар Кастилия тілі деп те атайды. Испанияда шыққан тіл. Оны дүние жүзінде шамамен 530 миллион адам қолданады. Оның 460 миллионы ана тілінде қолданады. Егер ана тілінде сөйлейтіндердің санына қарай есептелетін болсақ, испан тілі әлемдегі Қытайдан кейінгі үлкен тіл болады. Испан тілі үнді еуропалық тілдерінің роман тілдері тармағынан шыққан және алдында таныстырған португал тілімен бірдей. Екеуі де роман тілдері отбасының батыс роман тармағынан шыққан және грамматикалық құрылымдары ұқсас. Қазіргі грамматика болса да қарым-қатынас жасау үшін қиындық етпейді. Сондай-ақ басқа тараптың нені білдіретінін шамамен түсіне алады. Тарихи деректерге сәйкес, біздің дәуіріміздің 7-ші ғасырында Пиреней түбегіндегі тілдер вульгар латын тілінен бөлініп, испан тілінің бастапқы түрі ретінде белгілі бірегей пинyin әліпбиін жасаған. Одан кейінгі 10 ғасырдан астам уақыт ішінде тіл үздіксіз жетілдіріліп, латын диалектісінен грамматикалық құрылымы толық, сөздік қоры мол, экспрессивтілігі терең әдеби тілге айналды, ақырында дербес тіл жүйесіне айналды. Испан тілі Еуропада пайда болғанымен, Испанияның 16-ші ғасырдағы Америка құрлығындағы отаршылдық қозғалысына байланысты, бүгінгі таңда испан тілінде сөйлейтіндер негізінен Латын Америкасы елдерінде шоғырланған. Бұл 21 елдің ресми тілі және Африкалық одақтың және Еуропалық одақтың және Меркосурдың ресми тілі. Сондықтан елдердің таралуы бойынша испан тілі орталық және оңтүстік Америкадағы ең үлкен тіл ғана емес, сонымен қатар ағылшын, француз және араб тілдерінен басқа әлемнің көптеген елдерінде қолданылатын ресми тіл болып табылады. Хинди тілі, сонымен қатар солтүстік үнді тілі ретінде белгілі, үнді еуропалық тілдер арасындағы арий тармағына жататын бірегей тіл, ол Үндістанның ресми тілдерінің бірі және оңтүстік Азиядағы ең танымал тіл. Хинди тілі мен басқа тілдердің ұқсастықтары туралы айтатын болсақ, Пәкістанның ресми тілі урду тілін атап өтуге тура келеді. Хинди және урду бір тілден шыққан. Ол үндістандық тіл деп аталады. Грамматика, сөздік, айтылу және сөз тәртібі жағынан екі тіл бірдей, бірақ әр түрлі діни мәдениеттердің әсерінен екі тіл әр түрлі бағытқа дамыды.
Біріншісі санскрит мұрасын жалғастырып, алфавит ретінде Деванагари жазуын пайдаланса, екіншісі ислам мәдениетінің әсерінен араб әріптерін жазу тілі ретінде қолданады. Жазу әдістеріндегі үлкен айырмашылықтарды ескере отырып, бүгінгі таңда хинди және урду тілдері екі түрлі тілге бөлінеді және сәйкесінше Үндістан мен Пәкістанның ресми тілдеріне айналды. Жазу тәсілдеріндегі айырмашылықты былай қойып, Үндістан тілін бір тіл ретінде қарастыратын болсақ, бұл тілде сөйлейтіндердің саны 500 миллионнан асып, оны әлемдегі Қытай тілінен кейінгі үлкен тілге айналдырады. Осыған қарамастан, Оңтүстік Азиядағы ең үлкен мемлекет ретінде Үндістан діни мәдениеттің өте кең ауқымын тудырып қана қойған жоқ. Сонымен қатар әртүрлі этникалық топтар өздерінің тілдерін мұра етті. Сондықтан хинди тілінде Үндістанның түкпір-түкпірінде сөйлейтініне қарамастан, ел халқының тек 30% ана тілі ретінде хинди тілінде сөйлейді, және олардың көпшілігі солтүстік Үндістанның қала штаттарында орналасқан. Салыстыру үшін Үндістанның тағы бір ресми тілі, ағылшын тілі, оңтүстік Үндістанда жоғарырақ тіл мәртебесіне ие. Осыған қарамастан, Үндістандағы ең көп таралған тіл ретінде Үндістанның үлкен халқымен бірге хинди тілі 620 миллион сөйлейтіндерді біріктірді. Бұл Үндістандағы әртүрлі этникалық топтарды байланыстыратын маңызды ортақ тілі және сонымен қатар Оңтүстік Азия континентіндегі ең үлкен тіл болып табылады. Қытай тілі ежелгі Қытай тілінен құралған және Қытай таңбаларына негізделген аналитикалық тілге жатады. Бұл біріккен ұлттар ұйымының 6 жұмыс тілінің бірі және Ұлы Қытайдағы негізгі ортақ тіл. Қытай тілі Қытай-Тибет тілдер отбасынан шыққан, бұл үнді еуропалық тілдер отбасынан кейінгі әлемдегі екінші үлкен тіл отбасы және Қытай-Тибет тілдер семьясындағы ең үлкен тіл отбасы. Ал соңғы мыңдаған жылдар ішінде әртүрлі әулеттердің мәдени жинақталуы мен эволюциясы арқылы ол ақырында қазіргі Қытай тіліне айналды. Ұзақ тарихқа көз жүгіртсек, Қытай әулеті Шығыс Азиядағы ең ірі өркениет екенін ескерсек, ұзақ уақыт бойы Қытай тілі әлемдегі ең көп адамдар сөйлейтін тілі ғана емес, сонымен қатар айналасындағы тілдерге әртүрлі дәрежеде әсер етті. Жапон, Корей және Вьетнам сияқты кейбір шығыс тілдерінде Қытай тілінің сөздік қоры көп. Тарихы терең тіл ретінде Қытай тілі терең мәдени мұраға ие ғана емес, сонымен қатар сөйлейтіндердің де саны өте көп. Үлкен Қытайдан басқа, оны Сингапур, Малайзия және Мьянма сияқты оңтүстік Шығыс Азиядағы Қытай қауымдастықтары, сондай-ақ ақш, Канада, Австралия және Жаңа Зеландия сияқты батыс елдерінде кеңінен қолданады. Көптеген тілдерге ұқсас, қазіргі Қытай тілінде көптеген тіл түрлері бар. Белгіленген стандартты Қытай тілінен басқа, әртүрлі аймақтардағы көптеген диалектілер бар. Мысалы, Кантон, Хоккейен, Хакка қатарлылар. Әрбір диалектіде сөйлеушілердің үлкен популяциясы бар және Қытай тілінің мүшесі ретінде жіктеледі. Осыған байланысты Ұлы Қытайды және шетелдегі Қытай тілді мәдени орталарды қосалғанда, дүние жүзіндегі Қытай тілінде сөйлейтіндердің саны 1,5 миллиардтан асады. Бұл дүние жүзіндегі жалпы халықтың 5-тен 1 бөлігін құрайды. Бұл әлемдегі ең көп ана тілінде сөйлейтін тіл болып саналады. Ағылшын тілі Англияда дамыған тіл. Қазіргі уақытта ол әлемдегі басты мәртебеге ие жалғыз тіл. Сонымен қатар ол әлемнің көптеген елдерінде ресми тіл болып табылады. 67-ден астам мемлекет ағылшын тілін ресми тіл ретінде пайдаланады. Үнді еуропалық тілдер ішіндегі батыс рерман тілі ретінде ағылшын тілі қазіргі уақытта әлемдегі ең көп қолданылатын рерман тілі болып табылады. Ана тілінде сөйлейтіндердің саны Қытай және испан тілдерінен аз болғанымен, ағылшын тілі әлемдегі ең көп сөйлейтін халқы бар екінші тіл болып табылады. Ол тек Ұлыбритания, ақш, Канада, Австралия және Жаңа Зеландияда қолданатын негізгі тіл. Ол оңтүстік Шығыс Азияда, Кариб теңізінде, Африкада және оңтүстік Азияда кеңінен қолданылады. Ағылшын тілінің ата тілі біздің заманымыздың 4-ші ғасырында қазіргі британдық территория орналасқан Ұлыбритания аралында пайда болған. Бұл кезде рермандардың ата-бабалары саксондар теңізден өтіп, аралға басып кірді. Олар жергілікті байырғы халықты жаулап ала отырып, ағылшын тілінің бастапқы түрі ретінде белгілі жергілікті жерлерге өз тілінде енгізді. Ал келесі 10 ғасырда тіл ол аралда бірте-бірте жетілдіріліп, заманауи ағылшын тіліне айналды. 17-ші ғасырға дейін Британ империясы бүкіл әлемде отаршылдық қозғалысты бастап, әлемнің 4-тен 1 бөлігін биледі. Ағылшын тілі де әртүрлі баспа құралдары арқылы әлемнің түкпір-түкпіріне таралып, кең тілдік шеңбер құрды. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Америка құрама штаттары жаһандық державаның ерекше мәртебесіне ие болды. Ағылшын тілі Америка құрама штаттарында негізгі тіл болды. Оның мәртебесі одан әрі жетілдіріліп, халықаралық көшбасшылыққа ие тіл ретінде пайда болды. Көптеген кәсіби салаларда қолданумен қатар, ең көп үйренушілері бар бірінші шет тілі болып табылады. Бүгінгі күні ағылшын тілін қолдану аясы өте кең болды, және ол енді бір елге немесе бір ұлтқа ғана тән емес.
Лингвисттер енді британдық ағылшын тілін жалғыз эталон ретінде қарастырмайды. Керісінше, американдық, канадалық және австралиялық ағылшын тілдері сияқты негізгі ағылшын тілі қатарлыларын қарастырады. Олардың әрқайсысы халықаралық деңгейде кеңінен танылған, өзіндік бірегей аймақтық лексиканы, грамматикасын және айтылуын жасады. Әлемдегі ең көп сөйлейтін тіл ретінде, ағылшын тілі ақпараттық орта ретінде маңызды рөл атқарады. Әртүрлі тілдегі пайдаланушылар ақпарат алмасу кезінде, олардың көпшілігі ағылшын тілін бірінші қарым-қатынас тілі ретінде пайдаланады. Бұл ағылшын тілін көптеген салаларда өзіндік орнын алды. Әсіресе академиялық тұрғыдан алғанда, бұл көптеген оқулықтардың түпнұсқа тілі ғана емес, сонымен қатар көптеген академиялық салаларда үйренуге тиіс бірінші шетел тілі. Міне, осы эпизодты бақылауымыз аяқталды. Осы бөлімнен алған білім сізге ұнайды деп үміттенемін. Видео жаман емес деп ойласаңыз, видеоның төменгі жағындағы лайк басуды ұмытпаңыз. Және осы арнаға жазылыңыз, және хабарландыруларды алу үшін қоңыраушаны ашыңыз. Көргеніңіз үшін көп рахмет.